Инсульт алғаннан кейін қорқыныш пайда болды. Өмірге, өлімге деген қорқыныш. Одан қалай құтылуға болады? Арылуға болады. Сезім, яғни қорқыныш бұл сезім. Сезімді біз өзіміз жасамаймыз, өзіміз тудырмаймыз. Сезім бізге Алладан келеді. Екі түрлі мақсатта келеді. Оның біріншісі сол сезімді келесі бір адамға жеткізу үшін, тиісті адамына жеткізу үшін келеді. Екіншісі сол сезім арқылы бізге бір нәрсені үйрету үшін, не ескерту үшін келеді. Біз бұл жерде жеткізу қажет болса, келесі тиісті адамға көркем түрде жеткізуіміз керек қорқыныш сезімін, және де сол сезімнің артында тұрған белгіні, сабақты, не ескертуді анықтауымыз керек. Яғни осы сезімді беру арқылы Алла бізге бір нәрсені үйреткісі келіп тұр. Сол нәрсені үйреніп, сол сабақты алуымыз қажет. Енді инсульт бұл ауру болып есептеледі. Ауруды біз өзіміз жасамаймыз. Ауру бізге берілмейді, ауру бізге келмейді. Біз ауруға өзіміз барамыз. Ауруды өзіміз таңдап аламыз. Қандай да бір айтқан сөздерімізбен, амалдарымызбен, әрекеттерімізбен, сезімдерімізбен, эмоцияларымызбен сол ауруды өзіміз таңдап аламыз. Неге таңдап аламыз? Өзіміздің нақты бір позитивті, жақсы ниетіміз болады. Сол ниетті жүзеге асыру үшін біз ауруды таңдаймыз кейбір кезде. Түйсік деңгейінде, бала кезден жазылған бағдарламалар деңгейінде біз осы ауруды таңдап аламыз. Ол қандай ниеттер болуы мүмкін? Мәселен, мен бақытты болғым келеді. Еркін өмір сүргім келеді. Менде бәрі жақсы болғанын қалаймын. Өмірімнің тыныш болғанын қалаймын. Тағы да басқа осындай позитивті ниеттер болады адамда. Сол ниетті жүзеге асыру үшін біз ауруды таңдаймыз. Мен егер ауырсам, осы ниетіме жетемін деген мақсатта. Оны біз өзіміз жасамаймыз, біздің түйсігімізде сондай арнайы бағдарламалар бар. Сол бағдарламалар арқылы біз осы ауруға келеміз. Түйсік бізге таңдап береді осы ауруды. Енді бұдан қалай арыламыз? Трансформация барысында біз осы аурудың артында тұрған позитивті ниетті анықтаймыз. Және де сол ниеттің жүзеге асуы үшін қайтадан позитивті амал әрекеттерді түйсікте бекітіп, аурумен қоштасып босатамыз. Сонда бізде сезім де кетеді, ауру да кетеді.